Армысыздар, құрметті отандастар. 23 мамыр 2023 жыл сағат Астана уақытымен 19:00-де жазып атқан бейне. Мынау бүгін әңгіме болады. Мына Қытайдың арнайы операциялары жөнінде енді. Кеше жариялағандай Путин мінекей Қытайға беріп жатыр эстафетаны. Қазақтарды тонау, жеу. Және де бұл Қытай, бұдан Ресейдің жаңағы қазір жағдайлары немес, мысалы Путинде алдында жағдай болған жоқ, қазақты жұтатындай. Ал мыналар қазір жұтады, соның алдында тұрмыз. Осы жөнінде қазір маңызды әңгіме болады. Бейнені подписка жасаңдар, жаңағы лайк қойыңдар, коммент жазыңдар, таратыңдар, максимально көрсін. Мінекей мен бастағым келеді, мына ақпаратты қазақтың қыздарына кірісіп жатыр. Енді жастар біздің сол қазір енді намыс қой. Мен осыдан қазір бастағым келеді, қазақтың жігіттері назар аударсын деп. Міне қытайлар не істеп жатыр? Қай компанияда жұмыс істейді бұл? Не компаниясы? Завод салып жатқанбыз ғой қазір. Қазақтың қыздарымен көңіл көтеріп жүр ғой бұл қазір. Кафельный заводта істейді. Қазір свантик. Кафельный заводта? Иә, кафельный завод салып жатырмыз ғой. Бұл уақытша жүр ма или? Уақытша. Уақытша жүріп қазақтың қыздарын бәрін былайша айтқан кезде бірге істеп жатыр ғой? Қазір мен свантик бізге. Сұраңызшы. Қазір көзінше сұрай беріңізші. Хорошо жүрсің, не весело. Отырмысың, не дала суға болмаса? Мінекей көшеде ұстап алған ғой, полицияның қасында. Анау қазақ жігіттері, Қытай жігіттері қазақтың қыздарымен жаңағы машинаға отырғызып ресторанға алып барған дейді, әңгімелерін тыңдап жатсыздар. Жалғасы. Бізде жұмыс істейді. Енді бұл қазір соны ресторанға апарып, жолдың ортасында аймалап, білген істеп жатыр ғой бұл. Аймалап жүр ма не? Иә. Мен оны серьезно аймалап жүр ма, брат? Серьезно аймалап, кәдімгідей құшақтап, білген істеп жатыр ғой, короче. Ана неден рестораннан шықты бұлар ше. Ана қыздан әдейі сұрадым, қазақсыз ба десем, иә дейді. Ол қызды ана департаменттің алдынан тастап кетті, ол соның ішіне кіріп кетті, полиция департаментінің ішіне. Иә, полиция департаментінің ішінде нені жасап жатқан ғой, документтер. Бізде переводчик болып жұмыс істейді ол қыз. Ол қыз ба? Енді бұл неғып өйтіп жатыр, ол переводчик қыздарды неге айналдырып, аймалап өйтіп неғып жатыр? Істеп жатқан жоқпын дейді, сақтаған жоқпын, ұстаған жоқпын дейді. Вот ана переводчик қызға да айтыңыз, енді мен бұны қазір көшеден көріп, мен намыстанып жатырмын да, қазір кәдімгі келіп алып, Қытайлар қазақтың қыздарын өйстіп жүргеніне. Иә, айтып қойған ғой. Сіз қазақсыз ба өзі? Иә, мен өзім қазақпын. Намысыңыз болса, разбираться етіңіз, жарайды. Достар, бұл енді бастау ғана. Анау переводчик қасында. Бұл тек қана переводчиктермен қыздардың басын айналдырмайды ғой қытайлар. Менде өтініш, мына бейнені аяғына дейін қарап шығыңыздар. Мен қазір сіздерге масқара құжаттарды көрсетемін, достар. Мынау саясат, бұның артында саясат. Бұл жерде жай қазақтың жігіттері намыстанып Қытайға қызғанып жатқан емес. Бұл жерде масқара саясат тұр артында. Мына жігіт айтып жатыр ғой, сен намысың бар ма, ана қызға айт деп. Сен қай қызға, мысалы, сен артынан жүресің, бізде 2 миллион қыз бар дейік, байға тия алатын. Қайсын артынан осылай еріп жүресің, достар. Қашанда мына жерде қазір біздің үкіметтің және Қытайдың саясаты тұр. Қараңыздар, бұл көшеде кездесіп қалды, жалпы мінекей бұлар бичі өріп жүр қазір қытайлар. Қытайлар қаптап кеттімен қараңдар. Ағайындар, ойынайық, Тоқаев мырза, мен сенің Қытайды кіргізуіне қарсымын. Міне қаптаған Қытай бүкіл базар толы. Міне бәрі Қытай. Чайнада? Чайна. Бүкіл қалаларда битше өріп жүр. Міне енді жігіттер тиісіп жатыр оған. Не істейсің, сен тоқтатасың ба? Мысалы, қазір жігіттер бар, бұларға тиіссе не болады? Қамайды, соттатады. Мен де қазір сіздерге ұсыныс жасаймын, қалай бұны тоқтататын. Аяғына дейін қараңыздар, тыңдаңыздар. Мына жігіт қазір дабылға қағып жатыр, Тоқаев мырза дейді. Достар, Тоқаев мырзаға, мысалы, азаматтар бірнеше жыл, 3 жыл қатарынан мынау дабыл қағып, мәселені көтеріп жатыр. Қыстырып жатқан Тоқаев жоқ. Мысалы, мына Рысбек Тоқтасын деген жігіт бар, белсенді, мына тақырыпты көтеріп, стоп кадрды оқып аласыз, не деп жатқанын. Мінекей,
Суретте 2020 жылдың жер митингісі, жер шетелдіктерге жалға берілмесін деп, иә. Міне, қазір мынау ақпарат қазір көріп жатсыздар, нақты жалға Қытайда берілетін нелер сайттарында тұр жарнамалар. Көгеріп қазақтың госақтары, иә. 3 жыл көтерді, 16 жылдан бастап көтерді. Олай шешілмейді. Мынау Қытайда кіргізбеу, жер сатылмау басқаша шешіледі, достар. Қараңыздар, мынау Қытайлар қазір тек қана оңтүстік емес, неге дейін жетті? Петропавлға дейін жетті. Вы китайцы, да? Китайцы? А сопровождаешь ты? Я переводчик. А, переводчик? Вы что, китайцы, да? Чина? Чина, нет. Чина? Ага. Ты спроси у них, что они приехали сюда? Учиться. А, учиться приехали? А, студенты, да, большие? То есть вы не по этому, как его называется? 30 дней без визового режима приехали? Он еще не активен. Да. Нет, да, нет. Я не понял. Чина? Чайна. Ассаламу алейкум. Позитив нужен, позитив. Ерғали Көпеев деген жарты бас позитив керек дейді. Қайдағы позитив, достар? Дабыл қақ қоғаны емес, бүкіл халық қазір тұру керек. Көріп жатсыздар, балалар түсінбей жатыр. Қытайлар студент балаларын жіберді. Енді балалар жас, қыздармен қазір араласады, ғашық болады бір-біріне. Міне переводчик дейді, жаңағы аудармашылары, студенттер арасында, педагогтар арасына, жұмыс жөнесінен бүкіл жақтан, бүкіл аймақтарға құйып жатыр қазір Қытайларда. Мындап. Оларға билік жасап жатыр. Ал енді мінеке жаңағы масқара не дегенім, сізге ақпарат, біз деген не, достар, назар аударамыз, бізге қайсын жаңағы мынау сұм жүйе бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарды қолға алып алады да, сосын жаңағы шумовой гранат лақтырады. Мысалы, кеше мынау Тоқаев Қытайға барғанда 17-сі күні мына шумовой гранатаны лақтырды бұлар. Бәрі осыған назар аударды. Мен айттым, бұл шумовой граната, бұл провокатор, адистер. Штрейкбрехер дейді, сосын халық осыған назар аударады. Мен айттым, бұған ештеңе болмайды дедім. Кешірім сұрады да кетті. Бірақ мынау 17-19 мамырда Қытайда болған оқиғаның назар аудармасын осыған аударсын деп. 19 наурыз күні сепаратистер шықты деп Петропавлда осындай әрекет жасады. Дәл сол күні. 13 кім назар аударған жоқ. Сөйтіп бұлай билік не істеді? Басе каналымен және Азаттық арқылы таратты. Мінекей жаңағы сепаратистер деп. Оларға да ештеңе болмайды. Олар да осы сияқты назаран аудару, осындай мен көтеріп жатқан маңызды мәселеге назар аудармасын деп. Ал маңызды мәселе міне қандай, достар, қазір. Мынау желіде терсеңіз, мына статья жүреді, қараңыздар. Бұл жерде не бар? Нехватка женщин в Китае, проблема международного масштаба деп, 24 шілде күні 19 жыл шыққан Қытайда мына әйелдер мен еркектер арасында үлкен не бар, айырмашылық. Еркектер көп дейді. Сол себептен жаңағы шетелден, мына Қытайдың нелері бар, қылмыстық топтары, шетелден жаңағы Юго-Восточный Азия, сол жақтан әйелдерді неге алдап солап алып келеді да, сауда жасайды жаңағы, неге сатады, әйел қылып сатқызады, неге 1 миллиард 400 миллион Қытай болса, соның ішінде мына жерде 34 миллионге жаңағы еркек көп дейді. Ал енді ең үлкен гендерлік жаңағы айырмашылық, мінекей, тұрмысқа шығатында жасында болатын араларында дейді. Қараңыздар, 10-ның несі бойынша, мәлім бойынша қараңыздар, Қытайда 100 әйеліге 15-29 арасындағы 280 еркек болады екен дейді. Сонда бір қызға
келіншекке 3 жігіт дейді. Мінекей 2026 жылға дейін бұл одан да өсіп кетеді деп тұр. Қараңыздар. Келесі осы неден ақпарат арнаныкі 30 мың долларға жаңағы әйелі алады дейді. Доклады говорит, что политика китайского правительства по ограничениям. Бұларда кезінде саясат болды, жаңағы бір жанұяда бір бала деп. Соның кесірінен ұлдар көбірек болып жатыр дейді. Мысалы, өзі жасайды, қыз болса алып тастайды. Сөйтіп, мына Қытайдың жігіттері әсіресе кедейлерден өздерінен жаңағы қалыңдық таба алмайды дейді, мысалы, келіншектен. Сол себептен жаңағы әке-шешелері олардың ақша жинайды дейді, кәдімгідей. Қытайдың жанұялары 37% ақшаны жинайды, баланы үйлендірем деп, осы мақсатпен. Қалыңдық, сөйтіп қалыңдыққа 30 мың доллар қай болса да кедей Қытай жанұясында дайын ұлын үйлендіру үшін. Ең кедейлерді, мысалы, сол мәселені шешу үшін. Мынау брачный агентстволарға шағымданады, сосын жаңағы сексуальный рабство дейді. Міне, осындай жағдай, достар, мынаны орысшада түсінетіндер бар шығар, мен өзімше аударып жатқаным ғой. Міне, осындай проблема. Қытай қазір мынау кім Си Цзиньпин ашық жариялады. Экспансия жасаймыз. Бізге мынау 30 күндік жаңағы немес, жаңағы бәрі айтып атқан 30 күндік безвиз, 30 күндік безвиз деп, 30 күндік безвиз ол жаңағы айсбергтің үстінде мінекей шығып тұрғаны. Ал айсбергтің астындағы фундаменті мына ақпаратқа назар аудару керек, достар. Мінекей мына Huawei бұл арнайы қызметтердің компаниясы қазір бұл жұмыс жасап жатыр, жасайды жұмысты. Мынау Си Цзиньпиннің ашық жариялағаны кірмей жатып, мына бізде билікті ауыстыруға жол бермеймін дейді. Қазақстанда сепаратизм, экстремизммен ашық айтып жатыр, күресемін дейді. Мынау ОДКП-ның жұмысын өзіме алам дейді, зонтик болам дейді. Мынау сым жүйеге, мынау бізге ұрыларға кепіл болам. Бұлар неке кәдір Тоқаев, Путин қарамағында болса, енді Си Цзиньпин өзінің қарамағыма алам дейді. Контракттар жасады бірнеше миллиардқа. Енді Қытайлар құйылады. Бір мәселе, ол жаңағы контракттармен бәрінің иелік жасайды. Екінші, мен сізге жаңа көрсеткен статья бойынша, достар, мына олар өздерінің демографиясын мәселені шешеміз деп, ол мәселені шешеді тағы да мынау Қазақстанға ие болу. Шайып жүреді. Анау Ресей мейетін ғой, орыс әлемінің саясатын айтып аттың ғой, қашанда болса, олардың мақсаты қазақты шайып жүру болды. Мынау Қытайлар соғыспай, пулеметпен атпай, біздің сатқындардың қолымен қазір қазақты осылай жұтып қояды. Жігіттері үйренеді. Ол деген студенттерді көрдіңіз ғой. Ешқандай айтпайды ғой, жаңағы келіп сіздерді бүйтеміз, сөйтеміз деп. Жоқ, олар таза мүмкін махаббатты шығар, бірақ бұның артында саясат тұр. Міне, достар, мен сіздерге осыны назар аударғым келеді. 13 минут, Ал енді жаңағы міне осындай қазір масқара нелер болып жатыр, істер жүріп жатыр, экспансия жасалып жатыр. Ал қайда мынау саясаткер сымақтар? Мысалы, мен сынаймын ғой бәрін, сіздер де маған өкпеледіңіздер жаңағы неге бәрін сынайсың, неге бірікпейсің деп. Сонда мен кіммен бірігуім керек, достар? Мынау мысалы Тайжан деген, Тайжанның мынау несі парақшасы қазір не деп жүрген. Фейсбукте. Кіріп шықсаңыз болады, Бұл мына тақырыпты керекті деңгейде көтеріп жатыр ма? Жоқ, достар, Бұл кәдімгі қазір бір масқарасын көрсетемін. Бұлай жеңіл желпі нетіп жатыр, айтып жатыр, Ал бұлай нақты мен мысалы көрсетіп жатқандай мінекей сараптама беріп, зерттеп, дабыл қағу жоқ. Керісінше жаңағы шумовая граната дейді, шумовая сол жаңағы халық назарын басқаға аударып, алдап солап, сол несімен жүр, жұмыстарын жасап жүр.
одна плита не шевелится. Друзья, я нахожусь в центре Варшавы и хотел бы сейчас обратить внимание на качество мощей. Ни одна плита не шевелится. Все очень качественно, ровненько, углы, значит, ливневка. Құрметті достар, мен қазір Варшаваның төрінде. Білесіздер, мен мына Варшава университетінің. Қараңыз, Варшавада жүр, барып брусчатканы қараңыздар, қандай жақсы брусчатка. Мына мәселені көтеру керек, достар. Қай болса да, міне саясаткер түгілі, мінекей дейісі бар, дені сау адам, мына мәселені көтеріп, Қытайды кіргізбеу керек. Ал бұл не істеп жатыр? Бұл сұмырай, бұл керісінше. Бұл сұмырай не істеп жатыр? Кім жаңағы? Тайжан. Екінші, біз Қытаймен бір регион болып, бір топ болып сөйлесуіміз өте орынды. Өйткені Қытайға қарағанда біздің мемлекеттер өте шағын. Сол үшін біз регион болып, бір топ болып, оларменен сөйлесуіміз керек. Және де Қытаймен әлбетте өркениетті түрде бизнес жасауға болады. Өйткені Қытай бір Қытаймен бір регион, бір топ болу деген, бір мемлекет болу деген сөз ғой. Ағайын, қараңыздар мына сұмырайды. Не деп отқан? Бұл неге қашты ғой Варшаваға қазір? Мынау дәл саммит болар да, мінекей 17-19 күні сол қашып кетті. Жалғыз емес. Динара Гүлбаева, басқа да қазір бірнешелер адамдар бар. Мен сіздерге қазір мына не еткізгім келеді салыстырып. Былтыр қанды қаңтардың басында 5-ші қаңтар күні елімізден шетелге шықты бас имам Бекболат Тілеухан, Мұхамеджан Тазабеков, Қайрат Сатыбалды, басқа да мынау қанды қаңтарға өздерінің үлесін қосып, мынау экстремистерді дайындап шетелге шығып кетті. Не үшін? Алиби жасау үшін. Алиби. Мынау Мұхтар Тайжан, Динара Гүлбаева қазір ол да Прагада ма бір жақта жүр. Басқаларда шетелге шығып кетеді. Мысалы сол Арман Шораев та жақында сайлаудың несінде Киевке шығып кетеді. Салыстырыңдар, анализ жасаңдар. Бұл не, жай совпадение ма, бұл солай жоқ әрине. Мына сұмырай Тайжан тағы да жаңағы несіне мынау парақшасына мынау тақырыптарды көтеріп атқан жоқ. Қараңыздар. Журналисты спрашивают, это правда, что землю отдают китайцам? Откуда мне знать, друзья? Запретили по закону, изменили 24-ю статью Земельного кодекса, но я не могу ответить за это правительство. Например, власти должны предоставить место для проведения митингов согласно закону, но несмотря на это граждане преследуются. Я сам сел на 15 дней, потому что провел тот мирный митинг. Вот почему от этой власти можно всего ожидать. Алдап тұр, сұмырай, мен бұл 2 жыл бұрын бұлар комиссияны жасап атқанда, мен айттым, бұлар мынау жалға беретін құқығын сатады деп, соны қалдырды әдей. Ал қазір дым болмаған сияқты қашып кетті. Міне қазір сайттарда жүр мына нелер, құжаттар. Оқыңыздар стоп қадырда. Міне қазақтың жаңағы госақтары көріп тұрсыз ғой, Қытайдың сайттарында жүр. Мына сұмырай барып, жақта барып, брусчатканы көрсетіп жатыр. Бізге не керек оны брусчатканы? Бізде мына мәселені шешу керек қой. Тайжан 2016 жылдан бастап 21-ге дейін 5 жыл халықтың атынан шықты ғой. Жаңағы клоундар жинады. Бақытжан, Бадырбек екеуі мына заңға өзгеріс жасадық, сатқызбаймыз деп дегендей жасады да, мен сол уақытта ашкерледім, мен ешкімнен естіген жоқ. Себебі мынау Азаттық, басқа бүкіл еліміздің бұқаралық ақпарат құралдары мыналарды ескізеді. Сол себептен мен жаңа айтып жатқан ғой, шумовая граната. Мінекей қазір дәл осы уақытта кезекті шумовая граната жүр. Мінекей Байтук деген сұмырай, мынаның әріптесі. Міне осы күндері Назарбаев институтқа сотқа бердім, ең мықты адвокаттар қазір мен сонымен жаңағы көмектеседі деп. Бұл да Байтук өзінің саясаткерім деп жақында парламентке ұмтылды.
мына мәселені бұл көтермейді. Елде бірді жаңағы адам көтермейді. Шораев көтермейді, Динара Егеубаева көтермейді, кім көтермейді жаңағы. Көрдіңіз ғой жаңағы Сұмырайдың айтып жатқанын. Менің кінәм қанша дейді, менің нем емес қой, үкімет дейді. Үкімет те өшірді ғой, сол үкіметпен жаңағы комиссияда халық сенді ғой бұған. Ал бұл Сұмырайға дым болмаған сияқты барып брусчатканы нетіп жатыр енді, қараңыздар. Мен бұны не үшін жасап жатырмын, достар? Сіздер бұндай байтук, майтук, мынау тайжандарға алдамаңдар. Алданбаңдар. Мынау Белгородта битті деп, бізге не керек ол Белгородтағы ақпарат? Бізге қазір мынау тақырып бойынша біз халық осыны түсінуіміз керек қой, халыққа саясаткерлер шығу керек, қоғам қайраткерлері шығу керек. Ешкімде шықпайды. Бәрі жалған. Міне осы айтайын дегенім, эфирді созбай-ақ қойын. Менде үлкен өтініш, бұл жерде жаңағы айтылып жатқан ақпарат өте маңызды ақпарат, достар, таратыңдар. Максималды таратыңдар. Жаңағы нешек жүр базарда жігіттер шығындар деп. Ол шығып не істейсің қазір? Бір Қытайды ұрасын, бесеуін ұрасын, сосын қамайды, сосын мына Сұмырайлар, Тайжан, Байтук, бұлар шығады да, мыналарға біз бостандық берейік, талап етеміз. Кезіндегі екі Қытайдан келген Қастер мен мұрагерді әңгіме қылып 2 жыл жүрді ғой, алдап. 2 жыл жүрді. Сондықтан Мірзеде мына тығырықтан шығаратын жол біреу. Халық таңдау партияның қатарына кіріңдер, тіркеліңдер. 50 мың адам жинап біз билікті ауыстырайық. Бізге мәселе мынау безвиз емес, мынау Қытайлардың кіріп тұрғанын олар өз еркімен кіріп жатқан жоқ қой. Тоқаев кіргізіп жатыр. Біз билікті қолға алайық, парламентті Тоқаевты қызметтен шығарамыз. Оның қалай жасайтынын мен айтып жатырмын. Қорқатын ештеңе жоқ. Қазір қорқып батылсыздық танытсақ, ертең Қытайлар кіріп сіңіп кеткеннен кейін ештеңе істей алмайсың. Кезінде анау кім Бияш не жүр жаңағы алаяқ. Ол бойынша мен қазір бөлек әңгіме шығарамын. Мінекей, кеше ғана шықты. Кеше ғана шығып бұрмалап жатыр. Алдында бірнеше жыл Қытайда қазақтың қыздарын бүйтіп жатыр, қазақтың қыздарын сөйтіп жатыр, шық бұр деп. Міне, кіріп жатыр ғой. Қазақтың қыздарын ресторанға алып барып білген істеп жатыр ғой. Бияш үнін шығармайды. Ол кеше мен сынағаннан кейін шықты. Оның кураторлары, ол тыныштық неге ұстады? Барлығы бұлар тыныштық неге ұстап тұр? Себебі бәрінің кураторлары бар. 17 мамыр күні қалай шықты? Дабыл қаққан мен. Себебі мен қалай көрдім, мен бұл мәселені көтердім. Қалғандары үнін шықпайтын не себепті? Кураторлары бар, кураторлармен келісу керек. Міне Серікжан Бияш, Оспан Батыр қазақты көтерді. Оспан Батыр, сен неге қазір көтергізбейсің? Халық неге шақырмайсың? Болмаса, анау Ержанды неге қолда деп айтпайсың? Жоқ, ол бұрмалап, халықты алдап сулап. Тайжан, Бияш, Шораев, Егеубаева, мен оларды неге ашкерлеп жатырмын? Мен оларға қызғанып бір нәрсеге неткен жоқ. Достар, қашанда сіздер оларға назар аударып, көңіл аударып, уақыт кетірсеңіздер, мына мәселелер біздің шешілмейді. Қосыла береді. Сондықтан мына елде тәртіп орнату үшін жол, идея біреу. Сотканы алды, халық таңдау партияның қатарына тіркел. Басқа идея, жол жоқ. Уақытты босқа кетірмейік. Егер халық осыны түсінсе, оянса, бір жетінің ішінде 50 мың емес, 100 мың, 17 секундта 125 мың қазақ анау кредит аламыз деп жеңіл сайтты сындырып тастады. 17 секундта 125 мың қазақ. Бізге кредит емес керегі, бізге қазір тәуелсіздік керек, азаттық керек. Айналайын, қандастарым, бауырларым, мені тыңдаңдаршы, түсініңдерші. Халық таңдау партияның қатарына кіріңдер, күреске шығайық. Жаса қазақ, еркін қазақ.